Әрбір намазға біз ниет жасаймыз. Қалай ол ниет жасалады? Ниет етем Алла ризалығы үшін ақшам намазының 3 рақат парыз намазын оқымаққа ниет еттім деуіңіз бұл сүннет амал. Ауызбен айту сүннет. Несі парыз болып саналады? Жүрекпен ниет ету парыз болып саналады. Ол қалай? Сіздің қандай намаз оқиын деп жатқаныңызды білу осы парыз болып саналады. Яғни сіз қандай намаз оқиын деп жатқаныңызды білмейсіз, келдіңізді Аллаху акбар деп тұра салсаңыз, намазыңыз дұрыс емес. Қандай намаз оқиын деп жатқаныңызды білу керек. Сол себептен біреу сізбен бірге дәрет алып, келіп, қасыңызда келіп, ештеңе айтпай, ауызы жыбырламай, Аллаху акбар деп тұра салса, ол жүрегімен ниет етті деген сөз. Сіз қандай намазға барып ниет етіп жатқаныңызды білу парыз. Енді кей кезде болады, біз қателесіп кететін кездер болады. Қалай қателесеміз? Мысалы, ақшам намазына келіп тұрмыз, бірақ кірмеген құптан намазына ниет етіп қоямыз. Мысалы, ниет еттім Алла ризалығы үшін ақшам деп айтуым керек қой. Құптан намазын 4 рақат парыз намазына оқымаққа Аллаху акбар деп тұра салып, оппано, ақшамға ниет етіп қою керек еді ғой, мен құптанға ниет етіп қойдым деп, ассаламу алейкум деп қайтардан намазды бұзып, қайтардан ниет айтып шарт емес. Жүрекпен ниет еттіңіз ба, қандай намазға келгеніңізді біліп тұрсыз ғой, ақшамға келгеніңізді. Сол ниетіңіз алынады. Жүрекпен ниет ету парыз, ауызбен айту сүннет амал. Түсінікті ма? Бірінші мәселе ниет жүрек болды, парызы. Екіншісі қателессеңіз жүрек болды. Жүректегімен ауызбен қателеспесеңіз проблема жоқ болды. Үшінші, имам болып тұрсыз ба? Еркек адамдарға имам болу үшін ниет ету шарт емес. Сіз өзіңіз оқып тұрсыз, қасыңызға бір адам келіп, қасыңыздан тұрды, бірге сізге ұйып оқыды, оған имамға ұйыдым деп ниет етуі парыз, шарт. Өйткені өзінің намазын ол имамға тапсырып тұр. Не істейді? Ниет етіп, сіздің артыңыздан тұра береді. А сіз оны ниет етпегенсіз, ол қасыңыздан тұратындығына проблема жоқ. Ал әйел адам келіп қосылуы үшін не істеу керек? Ер және әйел адамдарға имам болуға ниет еттім деп имам ниет ету шарт. Әйел адам келіп еркек оқып тұрма, қосылып кетуге болмайды. Түсінікті ма? Сол себептен үйде қасында, артыңызда қарындасыңыз, қызыңыз, әпкеңіз, анаңыз тұратын болса, соларға имам болуға ниет етесіз еркек адам ретінде. Түсінікті ма? Ал өзіңіз оқитын болсаңыз, және еркектерге имам болу үшін имам болуға ниет ету шарт емес. Түсінікті ма?